Бензема Килиан Мбаппе жайында не айтты? Садио Мане Баварияның ойыншысы атанбақ. Зидан ПСЖ-ны жаттықтырудан бас тартты. Неймар Челси сапына ауысуы мүмкін. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы бүгінгі видеода. Еңбегімізді бағалап лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді футбол арнасына барынша қолдау көрсетейік. Ал олай болса, біз бастаймыз. Интердің жартылай қорғаушысы Иван Перишич жақын арада Тоттенхэм командасының ойыншысы атанбақ. Хорватиялық ойыншы Лондондық клубқа еркін агент ретінде ауысуға келісіп қойған. 33 жастағы ойыншының келісім шарты 2024 жылға дейін жарамды болмақ. Ал жалақысы болса жылына 6 миллион еуроны құрайтын болады. Осылар жайында инсайдер Николас Кера хабарлады. Перишичке сонымен қоса Челси және де Ювентус клубтары да қызыққан болатын. Барселонаның 17 жастағы испандық ойыншысы Гавидің болашағы әлі де белгісіз болып отыр. Спорт басылымының мәліметіне сүйенсек, бұл ойыншыға Ливерпуль клубы қызығушылық танытып отыр және олар оның трансфері үшін 50 миллион еуродан артық төлеуге де дайын. Сондай-ақ ағылшындықтар Гавидің жалақысын оның қазіргі Барселонадағы жалақысымен салыстырғанда одан да артық төлеуге әзір. Ойыншының өзі болса ол Барса сапында қалғысы келеді. Дегенмен келісім шарттың ұзартылуы бойынша келіссөздер әзірге жүзеге асар емес. Мадридтік Реал клубы немістік жартылай қорғаушы Тони Кросспен жаңа келісім шартқа отырмақ. Осы жөнінде инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша жаңа келісім шарт 2024 жылдың жазына дейін жасалады деп жоспарлануда. Реал клубы Лондондық Челси клубына бельгиялық шабуылшы Эден Азардың трансфері үшін тағы да қосымша 18 миллион еуроны төлемек. Осы жайында футбол Лондон басылымы хабарлады. Баспаның ақпараты бойынша трансфері келісім шартқа сәйкес, егер команда Азармен бірге Чемпиондар лигасын жеңіп алатын болса, онда аталған бонус төленуі тиіс делінген тармақ бар. Мюнхендік Баварияның шабуылшысы Роберт Левандовски жақын арада өзінің болашағы туралы толық ақпаратты жеткізетінін айтты. Уақыты келгенде сіздер барлығын білетін боласыздар. Жақында мен өзімнің болашағым жайында нақты ақпаратты айта аламын, деп жеткізген екен Левандовски Фабрицио Романоға берген сұхбатында. ПСЖ-ның голкипері Джанлуиджи Донарума Мадридтік Реалдың қақпашысы Тибо Куртуаны Еуропадағы ең үздік қақпашы деп есептейтінін айтып жеткізді. Мен Чемпиондар лигасының финалда ойынын көрдім және Куртуа өте керемет ойнады. Ол дәл өзі Реалға жеңіс әкелді. Қазір Тибо Еуропадағы ең үздік қақпашы болып табылады. Олардың орнында ПСЖ болуы мүмкін еді. Бірақ футбол ол осындай, деп жеткізген екен Донарума инсайдер Джанлуки Ди Мартиоға берген сұхбатында. Криштиану Роналдудың агенті Жорже Мендеш Роберт Левандовскийдің Мюнхендік командадан кетуге жақын екендігіне орай португалдық ойыншыны Баварияға ұсыну жағын қарастырып отыр. Манчестер Evening News баспасының ақпараты бойынша Манчестер Юнайтед клубы болса Роналдудың барынша тезірек шешім қабылдағанын қалауда. Мадридтік Реал өткендегі Чемпиондар лигасының финалдық матчында жеңісті голды соққан бразилиялық шабуылшы Винисиус Джуниормен жаңа келісім шартқа отыруға мүдделі. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлады. Мәліметтерге сәйкес патшалық клуб футболшыға 2028 жылдың жазына дейінгі жаңа келісімді ұсынбақ. Ал Винисиустың қазіргі келісім шартының аяқталуына әлі 2 жыл уақыт бар. Ливерпуль клубы Барселонаның француздық шабуылшысы Усман Дембелеге қызығуда. Диарио Спорт баспасының мәліметіне сүйенсек, ағылшындық ұжым ойыншыны жазғы трансфері терезеде өз саптарына қосып алуда қарастыруда. Мерсисайдты клубтың өкілдері Дембеленің агентімен алдын ала келіссөздерді жүргізгенде екен.
Ливерпуль сапында Дембеле сенегалдық футболшы Садио Маненің орнын алмастыруы ықтимал. Француздық ойыншыға сондай-ақ Челси командасы да қызығуда. Реалдың бельгиялық ойыншысы Эден Азар өзінің келесі маусымға деген жоспарларымен бөлісті. Келесі маусым менікі болатынына сенімдімін, менің болған ешқандай да күмәнім жоқ, деп жеткізген екен Азар тілші Фабрицио Романоға берген сұхбатында. 31 жастағы футболшы 2019 жылы испаниялық клуб сапына Челсидан ауысып келген болатын. Реал клубы 36 жастағы хорватиялық жартылай қорғаушы Лука Модричпен келісім шартты ұзартты. Осы жөнінде инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттарға сүйенсек, ойыншының патшалық ұжыммен жаңа келісімі 2023 жылдың жазына дейін негізделген. Тараптар осыдан сонау 2 ай бұрын барлығы бойынша ауызша келісіп қойған екен. Енді тек Реал тарапынан ресми мәлімдемені тосу ғана қалды. Француздық маман Зинедин Зидан ПСЖ командасын жаттықтырмайтын болды, деп хабарлайды Телефут баспасы. Ақпараттарға сәйкес Париждік клуб басшылары және Катар әмірінің басты мақсаты Зиданды бапкер етіп тағайындау болған. Алайда дегенмен Реалдың бұрынғы жаттықтырушысы бұл ұсыныстан бас тартты. Зиданды ПСЖ клубының жобасы қызықтыра қоймаған. Лондондық Челси клубы ПСЖ-ның бразилиялық шабуылшысы Неймарға қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде ESPN баспасы. Баспаның мәліметі бойынша ағылшындық клуб ойыншыны жазғы трансфер терезеде сатып алу нұсқасын қарастыруда. Осының алдында егер жақсы ұсыныс келіп түсетін болса, онда ПСЖ клубы ойыншыны сатып жіберуге дайын екендігі хабарланған болатын. Неймардың Париждік ұжыммен келісімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Ливерпульдің сенегалдық шабуылшысы Садио Мане Бавария сапына ауысу бойынша келісімге келіп қойды. Осы жайында инсайдер Николас Кира хабарлауда. Мәліметтер бойынша тараптар 2025 жылдың жазына дейінгі келісім шартқа келіскен. Енді Мюнхендік ұжымға мерсисайдықтармен келісімге келу қалды. Немістік клуб Садио Манені 30 миллион еуроға сатып алуға мүдделі. Мадридтік Реалдың француздық шабуылшысы Карим Бензема ПСЖ шабуылшысы Килиан Мбаппемен қарым-қатынасы жайында айтып өтті. Мен оның өз арманын жүзеге асырып, Реалда менімен бірге ойнағанын қатты қалаған едім. Қазір ол ПСЖ-ны таңдады, біз оны құрметтеуіміз керек. Мбаппе жас және оған үлкен жауапкершілік артылған. Сол себепті де бұл оның таңдауы. Қазір ол ПСЖ ойыншысы және біз Франция құрамасында қуана бірге ойнаймыз. Жоқ, мен қапаланған жоқпын, себебі әркімнің таңдау жасайтындай мүмкіндігі бар. Мен қапалы емеспін, қайта қуаныштымын. Мбаппе жақсы нәтижелерге жете алады деп үміттенемін. Біз жақсы доспыз, деп жеткізген екен Карим Бензема. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.